Сәлем баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді, сулы болып, езілмейтін, жыртылмайтын манты жасау әдісімен бөлісетін боламын. Бір стакан су, тұз, ұнымызды салып, бір жайым нан жаямыз. Нанымыз әзір. Енді тәрелкемен бетін жауып, 10-15 минуттай тұру керек. Пиязымыз, чесногымызды тарттық. Міне фаршқа қостық. Фарштың ішінде бұрышымыз бар. Міне шағындап кестік. Етімізді салып жатырмыз. Міне мантыны жасау жолдары неше түрлі етіп жасауға болады. Аузын көмкеріп жасауға болады, цветок етіп жасауға болады. Неше түрлі әдістермен мантыны түр-түрімен жасауға болады. Міне бүгін және қосымша тоңазытқышта сақтауға болатынын айтқым келеді. Міне жасап осылай демалыс күндері міне мол етіп жасап, мен сіздерге қазір бір тәрліге мантыны пісіріп көрсетемін. Қалған мантыны жасап, мұздатқышқа салып тастаймыз. Қатқаннан кейін рублевой мешочекке салып алуға болады. Міне қыздар, мантымыз біздің пісті. Міне керемет, езілмеген. Міне тестісі жылтырап тұр. Міне ішіндегі фаршына дейін көрініп, міне цветок түрі қандай әдемі. Міне тіпті көмкеріп, жауып та нетуге болады. Неше түрлі әдіспен жасауға болады мантыны. Міне қыздар, мантымыз пісті. Қазір көресіздер, біреуін тестісін ашып көрсетіп, сіздермен қалай піскен бөлсем. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазыңыздар. Міне қыздар, өздеріңіз көріп отырсыздар. Әп-әдемі, керемет. Неше түрлі етіп, әдемілеп жасауға болады мантыны. Және тоңазытқышқа салуға да болады. Демалыс күндері жасап, салып тастасаңыздар, морозилникке сол жұмыстан кеште келгенде пісіре қоясыздар. Жақсы қыздар, сау болыңыздар.